Всё. Так, қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін чатта 52 адам отырмыз. Бүгін біздің жаңадан компанияға, Atomi компаниясына сіздердің командаларыңызға қосылып жатқан, жаңадан қосылған партнерларға арналған сабағымыз бизнестегі алғашқы қадамдар деп аталады, немесе табысқа шығуға арналған чек-лист. Чек-лист дегенді білесіздер, мысалға, ұмыт қалмас үшін қандай іс-әрекет жасауымыз керек, мысалы, бірінші мынау, екінші мынау, үшінші мынау деп, соны жасаған сайын галочка қойып отырасыздар. Чек-лист деген негізі сол. Чек-лист бұл мысалға бізде авиацияда тоже біз самолетті безопасность дейді ғой, қауіпсіздікке тексерген кезде тоже біздің қауіпсіздік чек-листіміз болатын, бәрін тексеретінбіз. Мына жерде бөтен адамдар жоқ, мына жерде бәрі дұрыс деп. Сол сияқты бизнесте тоже өзінің табысқа шығу чек-листі бар. Бұл чек-лист, бұны мен өзім жасаған чек-лист, бірақ әр лидердің, әр партнердің, сосын кейіннен Atomi компаниясына мықты лидер болып айналып жатсаңыздар, өздеріңіздің чек-листтеріңіз болады. Чек-листі түсіндіріп өттім. Бұл табысқа шығу үшін жасалатын қадамдар. Қандай қадамдар жасау керек? Бұл сіздердің алғашқы қадамдарыңыз. Менің қазір сіздермен өзімді таныстырып өтейін. Мен кіммін? Мысалы, қазір көп новичоктар, мысалы, мені білмейсіздер, өйткені сіздер команда бізде үлкен, жан жақтан келіп отырсыздар. Мысалы, мына сабаққа да Қазақстанның түкпір-түкпірінен Zoom-ға кіріп отырсыздар. Мен сіздердің жоғары жақтағы спонсорларыңыздың бірімін. Сіздердің өздеріңіздің прямой, тікелей спонсорларыңыз бар, және мен сияқты жоғары жақта тұрған спонсорларыңыз бар. Менің есімім Гүлімжан Умирбекова. Мен осы Atomi компаниясының Шарон Раушангүлі шеберімін. Ранг бар Атомида сондай. Мастер Шаронская роза деген компанияда 3-ші ранг. Осы рангтегі лидермін. Сосын Atomi компаниясында бізде миллионерлар клубы бар. То есть айына 1 миллионнан астам табыс алатын адамдар, лидерлар сол клубтың мүшесі. Мен сол клубтың мүшесімін. Сосын өзім туралы айта кетсем, мен Алматы қаласындамын. Алматы қаласында Алматы Арман Гүлімжан деген Атомидің ресми орталығының басшысы боламын, руководитель центра жетекшісімін. Және авиацияда, мен 15 жыл авиацияда жұмыс жасағам. Авиациядан Атомиға кеткен миллионер болған бывшая стюардессамын. То есть стюардессамын, 15 жыл авиация саласында жұмыс жасағам. Қазіргі таңда айлық табысы мен айына 2,5-3 миллион теңге. Мен бұл табысқа 2,5 жыл ішінде шықтым. Өзім Атомида 2,5 жыл жұмыс жасаймын. Қазір сіздерге осы табысқа мен қалай шықтым, қандай іс-әрекеттер жасадым, ең алғашқы компанияға тіркелгенде, сіздер сияқты жаңа партнер болғанда, жаңадан тіркелген кезде сіздермен соны бөлісетін боламын. Енді онда келесі слайдқа көшейік. Енді сабақты бастамас бұрын білу керексіздер, сіздер қазір қандай компанияға келдіңіздер. Біздің компанияның аты Atomi. Біреулер Atomi деп айтып жатады. Мен өзіме Atomi деген ұнайды, қазақша сияқты. Atomi бұл оңтүстік кореялық компания. Бұл компания 2010 жылы оңтүстік Кореяда пайда болған. Өте мықты компания, халықаралық компания, жаһандық компания деп айтсақ болады, глобальная, да? Международный ғана емес, глобальная компания, уже бүкіл әлемге тарап жатқан. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл ассортименті өте кең, табиғи, эко өнімдері бар халықаралық интернет-магазин. Мысалға, көп компаниялар тек қана бір бағытта шектеледі. Мысалға, Greenway меді, тряпки, сондай нәрселермен айналысады, мыломойка сияқты сондай. Мысалы, бір компаниялар тек қана сондай жағына кетеді. Бір компаниялар, мысалға, Marine Health деген сияқтылар, олар тек қана БАДы жағынан кетеді. Ал Атомидің мықтылығы бізде бәрі бар. Бізде, мысалға, денсаулыққа қажетті өнімдер бар, сұлулыққа қажетті өнімдер бар, үй шаруашылығына қажетті порошок дейсіз, термогель, мытья посуды, цех жуатын губкалар дейсіз бе, сосын тағы да киім-кешек, капроновые колготки, бәрі бар бұл компания. То есть Атомида
кез келген бағытта, мысалы біреулер БАДылармен жұмыс жасағысы келеді, біреулер косметикамен. Сіз өзіңіздің қандай өнім қажет, сіз бұл компаниядан соны табасыздар. Сол жағынан мықты Атоми. Бір бағытта шектелмегенбіз, бір бағытқа кетіп қалмағанбыз. Бізде бүкіл ассортимент бар. Өмірге қажетті адамдардың өмір сүруіне қажетті бүкіл өнім бұл компанияда бар. Сосын Атоми дегеніміз бұл әлемдегі ең мықты 10 компаниялардың бірі. 2022 жылғы сол тауар айналым бойынша Атоми компаниясы 10-шы орында тұрған әлемдегі компаниялардың арасында. То есть бұл көріп тұрсыздар, бұл жай ғана компания емес, бұл әлемде өзінің орнын алған мықты компания. Сондықтан сіздер қазір Атомиға тіркелгенде ойламаңыздар, біз Қазақстандағы бір кореялық бір компанияға тіркеліп тұр екенбіз деп. Жоқ, сіздер әлемде өзінің орны бар, өзінің авторитеті бар, өте мықты компанияға тіркеліп тұрсыздар. Және Атоми бұл жаңа модельдегі желілік компания, сетевая компания. То есть біз оны жасырмаймыз. Атоми бұл корейский интернет-магазин, корейская компания, бірақ бұл сетевой бизнестің бір түрі. Бірақ бұл абсолютно новой модели дейді, сетевой бизнес, жаңа модельдегі сетевой бизнес. Атомиға дейін мынандай бағытта, осындай маркетингпен ешқандай компания жұмыс жасамаған. Атоми ең бірінші новатор десек болды, сондай компаниялардың бірі. Біз несімен ерекшеленеміз басқа компаниялардан? Вот Қазақстандағы кез келген сетевая компанияны алыңызшы, сол жерде қандай жағымсыз элементтер бар? Адамдар неліктен сетевая компаниялар жек көреді? Вот қазір чатқа жазсаңыздар болады. Вот неліктен сіздер мысалға сетевой бизнесті жек көресіздер? Неліктен сіздерге сетевая компаниялар ұнамайды? Соның минустарының бәрі Атомида жоқ. Атоми оның бәрін алып тастаған. Мысалға бізге ақша алу жағынан ғана біз сетевой бизнесқа негіз ұқсаймыз, бірақ жұмыс жасау бағыты бойынша біз сетевой бизнесқа мүлдем келмейміз. Біз больше интернет-магазин корейской продукция, біз интернет-магазинге ұқсаймыз больше. Енді қандай артықшылықтар бар Атомидің? Ең біріншіден бізде тегін тіркелу. Сіздер барлықтарыңыз тіркелген кезде сіздерге айтты ма, сізді тіркеген адам, тіркелгенің үшін маған $10 бер, $5 бер, 5.000 теңге бер, 10.000 теңге бер деп жоқ. Абсолютті түрде сіздер барлықтарыңыз бұл компанияға тегін тіркелдіңіздер. Мен мысалға шын айтсам Атомиға ешқандай сетевой бизнесті істемеген екен, ойлайтынмын бүкіл компанияларда тіркелу тегін деп. Сосын осы недавно осы сетевой компаниялар зерттеп бастағанда білдік қой, бір компанияға жай тіркелудің өзі, осылай ID номер алудың өзі $15 тұрады, бір компанияларда 20.000 теңге тұрады. То есть, видите, Атомидің мықтылығы жай қарапайым адамдарға, вот мысалға бар қолында артық ақшасы жоқ адамдарға тегін тіркеліп, өмірін өзгертуге мүмкіндік беретін компания. Ол біріншіден. Екіншіден, бізде ай сайын ақша салу компанияға да міндетті түрде. Ай сайын міндетті түрде компанияның продукциясын 20-40-50 мыңға сатып алу деген жоқ. Каталог жабу деген жоқ біз. Қазір енді қалай жұмыс жасаймыз? Қазір сұрақты отқан шығар. Ертең каталог жаппасақ, басқа компанияларда біз қайдан ақша аламыз деп, оның бәрін қазір түсіндіремін. Сосын бізде балдар күймейді. Мысалы білесіздер, енді бұл желілік бизнестің бір түрі болғаннан кейін біз бал жинау арқылы, тауар айналымнан біз ақша аламыз. Сол балдар, мысалға баллыда көп компанияларда жинау уақыты шектеулі. То есть сіздерге 1 ай береді, 27 күн береді, 25 күн береді. Сіз сол уақытта тез бал жинауыңыз керек. Бал жинасаңыздар, ақша аласыздар, балыңыз жиналмай қалса қажетті бал, сіздің балыңыз да күйеді, салған ақшаңыз да күйеді. То есть сіздер бүкіл еңбектеріңіз зая кетеді. Сіз жасаған іс-әрекетіңізге ешқандай да ол компаниядан айтсам болады, ақшалай немесе басқаша да не алмайсыздар, жауап алмайсыздар. Ал Атомида сіздер қараңыздар, бізде уақыт бойынша шектелмеген. Бізде балдар, накопительная система баллов дейді. Мысалы қараңыздар, сіздер жаңадан новичок болып сентябрьде келдіңіздер, жұмыс жасап бастадыңыздар, қазір балыңыз жеткіліксіз болса, ол балдар күймейді сентябрьде, олар октябрьге көшеді. Сіздер октябрьде тағы жұмыс жасап, сол балыңызды толықтырып, табысқа шығуға мүмкіндік аласыздар. Ешбір компанияда ондай жоқ, Атомида ол бар. Сондықтан мен үнемі айтам, Атоми бұл қарапайым жандардың өмірін өзгертуге арналған компания.
Егер қазір айтады ғой, атомиямен кім айналысу керек? Егер қазір сізде қолыңызда артық ақшаңыз болмаса, егер қарыз кредитіңіз болса, мысалға, егер сіз өміріңізді түзеткіңіз келсе, егер сіздің бизнес бастап, өміріңізді өзгертуге салатын ақшаңыз болмаса, мысалы, любой бизнесқа, даже магазин ашқыңыз келсе де, сізге ақша қажет. Егер сізде сондай мүмкіндік болмаса, атомиға келіңіздер. Себебі бұл жерде сіз ақша салмай, тек қана уақыт салып, тек қана ниет қойып, тек қана еңбектеніп, мына телефонның көмегімен табысқа шыға аласыздар. Мен мысалға миллионер болғаным осы телефонның көмегі арқылы, қыздар. Міне осы телефон арқылы біз жұмыс жасаймыз. Интернет және телефон. Енді атомиямен таныстық, қыздар, білесіздер. Енді қараңыздар, барлықтарыңыз, мына жерге новичоктарға арналған сабақ қой. Барлықтарыңыз біз тіркеген кезде біз сіздерге осындай смс жібереміз. Құттықтаймыз, мысалға, Жанар, Айман ханым, сіз Атоми компаниясына тіркелдіңіз, солай жібереміз ғой бәріміз. Осымен көбінесе тоқтап қалады біздің іс-әрекет дальше. Кейбіреулер сол бір-екі іс-әрекетті айтады, дальше не істеу керек екен, бірақ в основном осы смс-пен адам тіркеп, алғашқы заказын салдырғаннан кейін тоқтап қалады бізде процесс. Сондықтан тоқтамас үшін бүгін біз осы қандай іс-әрекеттер жасаймыз, соны талқылаймыз. Енді неден бастаймыз? Міне осы смс келді сізге, компанияға тіркелдіңіз, бизнесқа келдіңіз, ақша тапқыңыз келеді. Енді неден бастаймыз? Қазір енді қолдарыңызға ручка, қағаздарыңызды алып алыңыздар, өйткені жай тыңдаған ол мына құлақтан кіріп, ертең шығып кетеді. Сондықтан бәрін жазып отыруға тырысыңыздар. Қараңыздар, мінекей ең бірінші қадам, сіздер компанияға тіркелесіздер ғой, сол кезде сіздерге осындай ID номер беріледі. Мінекей сіздің аты жөніңіз тұрады, ID номеріңіз тұрады, цифрлар, мінекей 8 саннан тұратын цифрлар. Қараңыз, осы санды туралы түсіндіріп кетейін. 37 деген басы. Ол қазір атомияда 37 миллион адам бар деген сөз, қыздар. 37 миллион қазір қатысушы бар. Бұл Қазақстан бойынша емес, білесіздер, Қазақстанда 37 миллион халық жоқ қой. Бұл әлем бойынша. Мысалға, Жарылқасынова Мариям тіркелгенде, Мариямның алдында, мысалға, Қытай азаматы тіркеліп тұрады. Мариям, одан кейін системаға Қазақстан азаматы болып түседі. Сосын Мариямнан кейін, мысалы, Турцияның азаматы тіркелуі мүмкін. Яғни сіздер осындай номерочек алған кезде, ID номеріңізді, сіздер әлемдік атоми системасында өз орныңызды аласыздар. Яғни сіздер глобальный әлемдік бизнес жасауға мүмкіндік алып тұрсыздар. Сондықтан сіз тіркелдіңіз, сізге ең бірінші берілетін нәрсе ол ID және пароль. Барлықтарыңызға соны жібереміз. Осы ID парольдің мықтылығы неде? Қараңыздар, сіздер біріншіден, бағана айтқандай, атоми халықаралық жүйесіне өз орныңызды аласыздар. Екіншіден, сіздерге бүкіл ассортиментке жеңілдік пайда болады. Үшіншіден, сіздер осы компанияның бизнес партнерына айналып, табысқа ашуға мүмкіндік аласыздар. Табысқа ашу үшін әрине сіздерге тіркелгеннен кейін онлайн интернет-магазин жұмыс жасауға сіздерге беріледі. Приложениені скачать етіп аласыздар ғой барлықтарыңыз, Атоми. Сол приложение, сол сіздердің онлайн интернет-магазиндеріңіз міне қолдарыңызда тұрған. Сол приложение арқылы сіздер бизнес құрасыздар. Бұл біздің онлайн интернет-магазиніміз, қыздар. То есть бізге, мысалға, дәстүрлі бизнес бойынша бір арендаға нені алып, магазин алып, ақша салып, ай сайын соның арендасын төлеудің қажеті жоқ. Бар болған осындай интернет-магазинімізді дамытып, табысқа шығамыз. Барлықтарыңызда бар ғой, қыздар, осы ID, парольдарыңыз кімде жоқ, спонсорларыңызға хабарласып, міндетті түрде алыңыздар. Енді қараңыздар, айттық, тіркелдіңіз, ID номеріңізді алдыңыз. Енді табысқа шығу үшін не істейміз? Ең бірінші біздің жасайтын нәрсеміз ол өнімді қолдану қажетпіз. Яғни өнімді қолдану дегеніміз, өнімге алғашқы заказыңызды салып, қолыңызға өнімді алып, мына өнім сізге ұнай ма, ұнамай ма, сол туралы сізде жеке пікір қалыптасу қажет. Егер бизнесқа келген партнер болсаңыз, ең алғашқы заказыңызды минимально 10.000 балға жасаңыздар. 10.000 PV деп тұр, мына жерде, қыздар, қараңыздар. Міне 10.000 PV деп тұр. 10.000 PV деген ол 10.000 бал деген сөз, теңгемен ол примерно 8.000-10.000 теңге.
көп адамдар мысалға бізде қателігі спонсорлар жағынан может тоже қателік болады, айтпайды да осы 10 000 балдың маңыздылығын. Адамдар тіркеп қояды, астына адамдар тіркей береді, бұл адам отырады 1 ай, 2 ай чатта. Бірақ 10 000 балл жасалынбағандықтан ол адам бизнес-партнерға айналмайды. То есть просто системада тұрған мертвый партнер болып тұрады. Сондықтан егер сіздер бизнесқа келген партнер болсаңыздар, тездетіп, тезірек осы 10 000 балдарыңызды жасаңыздар. Приложенияға кіресіздер, магазин бөліміне өтесіздер, өздеріңізге не қажет? Шампунь, порошок, витамин, крем. Примерно 10 000 балл минимум. Конечно, көп алсаңыздар да болады. 20 000 балға, 40 000, 50 000 балға, ол өздеріңіздің еркіңіз. Но кабинеттеріңіз іске қосылу үшін минимально сізде 10 000 балл болу керек. 10 000 балл жасау арқылы сіздер кабинетіңізді іске қосасыздар, бизнес-партнерға айналасыздар, яғни табысқа шығуға мүмкіндік аласыздар. Мынаны жаттап алыңыздар. Активация жасалынбай, сіздің кабинетіңізге 10 000 PV пайда болмай, сіздер табысқа шыға алмайсыздар. Ол сіздерге компания ай сайын 10 000 PV жаса деп отқан жоқ, сізге хотя бы бір рет кабинетіңізді іске қосу үшін осы 10 000 балды жасау қажет. Сол 10 000 балды жасау арқылы сіздер өнімді аласыздар қолдарыңызға, бетіңізге крем жағасыздар, витамин ішесіздер. Солай сізде жеке пікір пайда болады. Егер сізге өнім ұнаса, но өнім ұнайды деп ойламе, потому что бізде ондай ұнамайтын жаман өнім жоқ. Өнім ұнаса, сіздер уже бұл бизнесті от души дейді ғой, жүрекпен айта бастайсыздар. Мысалға, өнімді қолданбай айтқан адам да бизнес туралы және өнімді қолданып айтқан адам екеуі екі түрлі айтады бизнесті. Өнімді қолданбай айтқан адам ол шынайы айтпайды да, сезіліп тұрады кішкене фальш, сондай нәрселер. Өнімді қолданған адам ол уже уверен айтады. Мысалы, біздің тіс пастасының щетинкалары жіңішке, тісің арасына кіріп кетеді, ешқандай да саған зубочисткаға жете емес деп. Қыздар солай білесіздер ғой, өте тиянақты тазалап береді. Бар болған 450 теңгенің зубная щеткасы, щеткасы. Вот, сондықтан бұл маңызды қадам. Кімде мына жерде чатта новичоктар бар ма? Плюс қойыңыздар. Активация жасаған болсаңыздар, активация жасап қойдым, жасамағандар әлі жасамадым деп чатқа жаза кетіңіздер. Көреге мен попозже оқимын, қанша адам жасаған екен активациясын, қанша адам жасамаған. Жасамаған адамдар өздеріңізге қазір ең бірінші қадам қылып 10 000 PV активация жасау деп жазып қойыңыздар. Сосын бұл тек қана сіздерге қатысты емес, сіздер астарыңызға адам тіркейсіздер ғой. Сол адамдарға тоже осы 10 000 PV-дің маңыздылығын айтыңыздар, жағана тіркеп тастап кетпеңіздер. То есть біздің мақсатымыз бизнесқа келген адамдарға осы моментті үнемі айтып отыру. Келесі, қараңыздар, міне кабинет. Қазір барлықтарыңыз телефон кім қолында бар, қарасаңыздар болады. Мінеке, қараңыздар, X деп тұр ғой, қып-қызыл. Если сіздің активацияңыз болмаса, сізде осылай тұрады личный PV, то жеке балдарыңыз 0 PV, 0 балл деп тұрады. Мынандай партнер табысқа шыға алмайды, томиды. Мүмкін сіздің астыңызда 100 адам бар, 1000 адам бар да, бірақ сіз егер өзіңіз 10 000 PV-іңіз жасамасаңыз, оның астыңызда өткен бүкіл миллиондаған тауар айналым, ол сіздің кабинетіңіздің жанынан ұшып отырады, сізге саналмайды. Өйткені Atomi жүйесі сізді 0 балл болғандықтан сізді бизнес-партнер ретінде қабылдамайды, сізге балл жазылмайды. Егер, мінекей, мына жақта жасыл галочкамен тұр, егер сіздің жекеңізде 19 500, то есть 10 000 балдан жоғары балл болса, сізден кейін тіркелген адамдардың барлығының жасаған тауар айналымнан сізге балл түсіп отырады. Сол арқылы сіз табысқа шығуға мүмкіндік аласыздар. Осы момент сіздерге түсінікті ма? Кімде активациясы жоқ партнер? Кіріңіздер, егер сізде 0 болса, значит сіз активация жасамадыңыз әлі. Балл тұрса 10 000 PV-дан жоғары, значит сізде активация бар деген сөз. Так, дальше кеттік, қыздар. Енді қараңыздар, активациясы бар партнер, бағана айтқан сөз жоқ, бизнес-партнер, то есть ол ақша табуға келген партнер. Активация үшін мінеке, мен сіздерге мысал ретінде біздің 4 этапты наборды қойып қойдым. Бағасы қараңыздар, бұл набордың 13 900 теңге жеңілдікпен, балы 12 000 балл. Яғни сіз осы наборды алып, кабинетіңізді іске қосып, бизнесіңізді бастап кете аласыздар. Бұл жиынтық өте керемет жиынтық. Кемінде сіздер 5-6 ай қолданасыздар.
ішінде пенкасы да бар, гидрофильное маслосы да бар, пилингі да бар, бәрі бар. Сіздер үйлеріңізде отырып, үй жағдайында өзіңіз косметолог болатын өте керемет жиынтық. Мен барлықтарына осы жиынтықтан бастаңыздар деймін, себебі біріншіден өзіңіздің сұлулығыңыз, бетіңіздің теріңіздің жағдай жақсарады. Екіншіден, былай обзор жасасаңыздар да кейінірек та өте керемет үй жағдайында отырып, өзіңізді күнде түсіріп, осы өнім туралы айтып бастасаңыздар болады. Енді бірінші қадам, жазып қойдыңыздар, бірінші қадам 10 мың PV, минимум 10 мың балға жеке кабинетіңізге заказ салып, бизнес партнерға айналу, бұл бірінші қадам. Одан 10 мың PV-дан жоғары жасасаңыздар болады. Мысалы, бізде кейбір қыздар келіп сразу 100 мың, 200 мың PV-ға заказ береді ғой. То есть өзіңізге не қажет, қалаған сумаңызға жасайсыз, бірақ минимально 10 мың балл болу керек. Екінші қадам тіркелген активациядан кейінгі екінші қадам, жазып қойыңыздар тоже дәптерлеріңізге, структураны дамыту. Структураны дамыту деген сөз, ол астыңызға адамдарды тіркеп бастау. То есть, мынандай сұрақ көбінесе туады, адам тіркемей, мен табысқа шыға аламын ба деп. Жоқ, қыздар, адам тіркемей, адам шақырмайсыз, бұл бизнеста табысты бола алмайсыздар. Өйткені кез келген бизнесқа адам қажет. Просто сіздер ойлап қараңыздар, қазір сіз барасыздар, мысалға, подгузник, балалардың киімін сататын бір магазин ашасыз, сіз егер сол магазин туралы айтпай, үндемей, тығылып ашып отырсаңыз, бизнесіңіз туралы айтпай, кім келеді сізге? Ешкім келмейді, сіз рано или поздно банкрот боласыз. Сондықтан сіз бизнес ашқаннан кейін не істейсіз? Сіз жариялайсыз, достарыңызға, чаттарыңызға айтасыз, қыздар, мен өзімнің бизнесімді аштым, маған қолдап жіберіңдер, керек заттарыңды менен алыңдар, скидка жасап берем деп. Бұл бизнес дәл сондай бизнес. Сіздерде Атомиға дейін сондай серьезный көзқарас болу керек та. Ой, бұл бір істесем істеймін, істемесем істемеймін емес. Егер сіздер шынайы табысқа келген болсаңыздар, бірінші күннен бастап серьезно қараңыздар бұл бизнесқа. Адамдарды тіркеп бастаңыздар, астыңызда қараңыздар. Вот сіз тұрсыз, астыңызда неғұрлым көп адамдар тіркелсе, сіздің табысыңыз соғұрлым тез артады. Біздің табысымыз астымызда тіркелген адамдарының санына деп айтсақ болады, тікелей байланысты. Сосын адам тіркеу жағынан қорықпаңыздар. Кейбіреулер ойлайды да, вот келдім, мен өзім ғана адам тіркем деп. Жоқ, Атомидің мықтылығы бұл жерде 100% командалық бизнес. Сіз жалғыз өзіңіз тіркемейсіз адамдарды. Сізбен бірге сіздің адам тіркеуге сіздің спонсорыңыз көмектеседі. Сізден кейін келген партнерларыңызды адам тіркеп сізге көмектеседі. Қазір оның бәрін келесі слайдта үйретем. Но түсінетін момент, сіз жалғыз адам тіркемейсіз. Соны түсініп алыңыздар. Егер жалғыз өзіңіз болса, может, ол қорқынышты дүние болушы еді. Бірақ бұл жерде бізде командалық бизнес болғаннан кейін біз бір-бірімізге көмектесеміз. Қазір қалай көмектесеміз, соны қазір келесі слайдта көрсетейін. Мінекей. Айттық қой, бағана адам тіркейміз деп, бірақ адам тіркегенде де өзінің бір заңдылығымен тіркейміз, бір правила бар Атомида. Атоми компаниясы бинарлық құрылым, яғни бинарная структура дейді орысша айтқанда, бинарлық құрылым бойынша жұмыс жасайды. Қараңыздар, ол нені білдіреді? Неге сіз компанияға келдіңіздер, мынау сіздің спонсорыңыз, допустим, мен сіздің спонсорыңыз, мен сізді тіркедім. Мына жерге, мысалы, мен Мариямды тіркедім, бағанағы Мариямды, Вот, мен спонсормын, астымда Мариям. Енді Атоми бинарлық құрылым бойынша жұмыс жасайды деген, мінекей, бізде өмірде екі жақ тармағымыз болады. Мінекей, мына жақ сол жақ тармақ, мінекей, мына жақ оң жақ. То есть экранға қарағанда сол жағыңыз ол сіздің сол жақ тармағыңыз, оң жағыңыз бұл сіздің оң жақ тармағыңыз. То есть өмірдегі екі аяғыңыз пайда болады. Вот, енді бағана айттым ғой, сіздер жалғыз құрмайсыздар бұл бизнесті деп. Қараңыздар, мына сол және оң жақ тармақ, ол сіздердің өздеріңіздің 100% тармақтарыңыз. Өмірдегідей, опять же, сіз айтпайсыз ғой, бір аяқ менікі, бір аяқ сенікі демейсіз ғой. Екі тармақ, ол сіздердікі. Сіздердің екі аяқтарыңыз бар бұл бизнес. Бұл бизнесті даму үшін сіз сол екі аяғыңызға адам тіркеу қажетсіздер. Бірақ, бағана айттық қой, біз жалғыз жұмыс жасамаймыз деп. Мына сіздің сол жағыңызға көріп тұрсыздар, сізден басқа, сіздің үстіңізде тұрған жоғары жақтағы спонсорларыңыз тоже адам тіркейді. Вот, мінекей, сіз келдіңіз, ең бірінші адамыңызды сол жағыңызға
сіздің спонсорыңыз тіркеп беру мүмкін. Міне жасыл қылып қойдым специально. Сізді шақырған адам сіздің сол жағыңызға адам салып береді. Ал оң жағыңызға сіз өзіңіз салып қойдыңыз. Мамаңызды тіркедіңіз, может, подружкаңызды, может, сестренкаңызды. Вот сосын үшінші адамды қараңыздар, дәл өзіңіздің астыңызға сіз тек қана екі адам тіркейсіздер. Бірінші және екінші адам. Одан больше тіркей алмаймыз, потому что бағана айтқандай бізде бинарлық құрылым, екі ақ аяқ, екі ақ тармақ. Келесі келген, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы адамда біз қайда тіркейміз деген сұрақ туы мүмкін. Біз оны уже өзіміздің партнерлардың астына тіркейміз. Мысалы, үшінші адамды біз мына бірінші адам астына тіркеп қойсыздар, төртінші адамды екінші адамның. Солай сізде мына жағыңызда сол жақ тармақ пайда болады, мына жақта оң жақ тармақ. Солай сізде екі команда өседі ғой, мына левый жағыңыздан және правый жағыңыздан. Мінекей, мына левый жақты, сол жақты сіз бен сіздің спонсорларыңыз бірге жасайсыздар. Оң жағыңызды сіз және сіздің мына оң жақтағы партнерларыңызбен бірге жасайсыздар, мына оң жақ тармақты. То есть көріп тұрсыздар, сіздер жалғыз жұмыс жасап жатқан жоқсыздар, үнемі поддержка болады. Вот, сондықтан Atomy 100% командалық жұмыс дегеніміз міне осы қыздар. Так, мына жер пока сіздерге түсінікті ме? То есть түсініңіздер, келдіңіздер, тіркелдіңіздер. Не адамдар біз бинарлы құрылым бойынша тіркейміз, яғни дәл өзіңіздің астыңызға екі ғана адам тіркейсіз, біреу автоматты түрде сол жағыңызға кетеді, екіншісі автоматты түрде оң жағыңызға кетеді. Қалған келесі адамдарды біз сол оң және сол жақта партнерлардың астына тіркей бастаймыз, сол арқылы өзіңіздің структураңыз өседі және сіз сол өзіңіздің партнерларыңызға адам жинауға тоже көмек бересіз. Мысалы, қараңыз, үшінші партнерді тіркеп, сіз бірінші партнерға адам әкеп бердіңіз ғой. Төртінші партнерді тіркеп, сіз екінші партнерға тоже адам әкеп бердіңіз. То есть көмектесіп жатырсыз. Дәл сол сияқты сізге де спонсорыңыз міне бірінші адамды тіркеп, сізге көмек берді. То есть біз бір-бірімізге үнемі көмек береміз. Енді жеке кабинетіңізде мына жерден түсініксіз ғой, былай тұр, мен сіздерге енді скриншот алдым. Жеке кабинеттеріңізде сіздердің структураларыңыз осылай көрініп тұрады. Мысалға, Жақсылықбаева Алия тұр, мысалы, мынау сізделік. Мінекей Жақсылықбаева Алияның екі жағы аяғы көрініп тұр, мына сол жағы бар және оң жағы бар. Енді қараңыздар, мына жерде квадратиктар, ол адамдарға тіркеліп тұрған түстері әртүрлі. Қараңыздар, жасыл болып тұрғандар, бұлар бизнесқа келген партнерлар. Оны қалай білуге болады? Олар ИИН номерімен, тіркелген кезде ИИН номерін берген адамдар, табысқа шығам деп, олар системада осылай жасыл болып көрініп тұрады. Егер система, мысалы, бұл компанияға, Atomy компаниясы жалғыз бизнес емес, сонымен қоса жай покупательдер көп тіркеледі. 80% адамдар Atomyдағы, бұлар бизнесқа келген емес, бұлар осы компанияның өнімін жақсы көріп қолданатын адамдар. Ондай адамдар бизнес керек емес дейді, маған просто продукцияны скидкамен алғым келеді деп. Ондай адамдар иінсіз тіркеледі және олардың міне осындай алатын орнына фиолетовый болып тұрады. То есть егер сіздер системаға кіргенде осындай разноцветный көрсеңіздер, оған қорықпаңыздар. Жасыл болса бизнес партнер, иін номері тіркелген, фиолетовый болса, бұл бізде жай ғана сатып алушы, иінсіз тіркелген. Бірақ в любом случае мен өзім, даже жай покупательдерге айтуға тырысамын, все-таки иініңізді жазып қояйық. Мүмкін сіз қазір покупатель, может 3-4 айдан кейін продукцияны, может бизнес құрғыңыз келіп кетеді. Сондықтан давайте деп солай түсіндіремін да, астыңызда адамдардың балдар сізге санала береді. Мысалы, фиолетовый болса, покупатель, астында тұрған адамдардың балдары бұл кісілерге саналмайды, өйткені иіні жазылмаған. Сондықтан өздеріңіз адам тіркеген кезде тоже қателік жібермеуге тырысыңыздар. Мысалға, бизнесқа келді деген адамды сіздер тіркейсіздер ғой, потом структураға кіріп қарап көріңіздер, түсі қандай болып тұр, фиолетовый болып тұрса, тездетіп иінін жазасыздар. Если жасыл болып тұрса, значит бәрі дұрыс, сіз дұрыс тіркедіңіз. Вот. И мына бағана айтқан нәрсе, біз екі тармақпен жұмыс жасаймыз. Қараңыздар, мінекей, тағы көрсем, мынан бәрі, мына жер бұл сол жақ тармақ, мінекей. Мынау бізде оң жақ тармақ. Мына сол жақта, оң жақта ол сіздің тармақтарыңыз, 100%-ға сіздің туған тармақтарыңыз, туған аяқтарыңыз. Көп, мысалға, баяғыда бізге дұрыс үйретпеген бизнесті енді бастаған, сол жақ тек қана спонсордікі, оң жақ партнердікі деп, ол дұрыс емес. Өмірдегідей айтпайсыз ғой, бір аяқ менікі емес деп. Сол сияқты екі аяқ ол сіздікі. Бірақ мына сол жағыңызға сіздің спонсорыңыз сізге адам тіркеп отыруға көмек береді. Ал оң жақты сіз өзіңіз тіркейсіз және сізден кейінгі партнерларыңызбен бірге құрасыздар.
Так, дальше кеттік. Енді бағана бірінші қадамда айттық, активация жасау, екінші қадам бағана структура, адам тіркеп бастау. То есть табысқа шығуға келген партнер болсаңыздар, ұзақ отырмаңыздар, кімді тіркеймін деп. Просто даже практиковаться ету үшін әке шешеңізден, туыстарыңыздан бәрін бастап тіркеп тастаңыздар. Просто қараңыздар, егер сіздер ешкімді тіркемей отырсаңыздар, оң жақтарыңызда 0 болып тұрады, адам жоқ. Ондай қалайтсам, адам жоқ жер адамды тартпайды ғой, сондықтан даже былай космосқа да сіздер идея жіберу үшін, вот менде қазір оң жақ веткам өседі, адамдар келеді деу үшін, хотя бы сол туыстарыңызды тіркеп тастаңыздар, тарсылдап туыстарды. И солай өздеріңізге уже визуально оң жақ веткаларыңыз өсіп тұрады, және сол жерге өздеріңіз көресіздер, адамдар уже тартылып тіркеліне бастайды. Бір адам пайда болды ма оң жақ веткаңызда, ол жерде міндетті түрде екінші адам, үшінші адам, төртінші адам пайда болады. Сондықтан адам жоқ деген сөз вообще ол біздің қазақтарға жат сөз. Қалай адам жоқ? Туыстарың бар, таныстарың бар, коллегаларың бар, достарың бар, ақырында соның бәрін тіркеңіздер. Енді үшінші қадам, вот келдіңіздер, активация жасадыңыздар, адамдар тіркеп бастадыңыздар, уже енді келесі қадам бізде бұл алғашқы бинарлық қадамды жабу дейді. Бинарлық қадам деген, қазір сіздерге түсініксіз, бұл біздің Atomy компаниясындағы алатын ең алғашқы табысымыз. Жазып қойыңыздар, бинарлық қадам компаниядағы ең бірінші табыс біздің алатын. Одан басқа компанияда екі түрлі табыс бар, оны менен кейінгі маркетингті Арай сіздерге түсіндіріп береді. Бүгін бізде сабақ екі бөлімнен тұрады ғой. Вот, біз қазір сіздермен просто осы бинарлық қадамға тоқталамыз. Бинарлық қадам, вот сіз келдіңіз ба компанияға, табысқа шыққыңыз келе ме, сіздің ең бірінші мақсатыңыз осы бинарлық қадамды жабу. Бинарлық қадам деген не? Бинарлық қадам ол топтық балдардан, яғни сізден кейін, айттық қой бана, сіз тіркелдіңіз, астыңызда екі тармақ. Сол екі тармағыңыздан өткен тауар айналымнан құралған, сол тауар айналым үшін алатын біздің ақшамыз. Неғұрлым бағана айтқан, сіздің астыңызда көп адамдар тіркеліп, сол жерде көп тауар айналымы өтсе, сіздің табысыңыз да соған байланысты көп болып отырады. Енді қазір мен сіздерге суретпен түсіндірейін бинарлық қадамды. Міне, қараңыздар, мынау сіздер. Вот өздеріңіз қараңыздар, мынау сіздің мінекей екі веткаңыз бар. Мынау сол жағыңыз, мынау сіздің оң жағыңыз, Вот. Мына сол жағыңыздағы адамдар сол жақ тармағыңыз, оң жағыңыздағы адамдар оң жақ тармағыңыздар. Енді қазір сіздермен біз бал, PV, жеке бал және топтық балдарға тоқталамыз. Не екеніне? Өйткені табыс осы бізде PV балдардан құралады. Менің ұлым айтатын, баллы – это деньги деп. То есть соны жаттап алыңыздар. Баллы – ол сіздердің болашақтағы ақшаларыңыз. Неғұрлым бал көп жиналады, соғұрлым сіздің табысыңыз көп болады және тез болады. Қараңыздар, приложенияға кіргенде магазин бөліміне өтсеңіздер, мысалы сіздер осыдан көресіздер, Атомидің өнімдерін. Мынау бізде зубные щетки. Қарамен жазылып тұрған бұл бағасы 3500 теңге. Астында тұрған көкпен PV деп тұр ғой, бұл балы, яғни щетка 4500 бал береді. Сосын маскалар 4600 теңге, 4000 бал береді. Бұл түсінікті ғой, әр заттың өзінің бағасы және балы бар. Бал дегеніміз бұл Atomy компаниясының ішкі валютасы. То есть біз ақшаны именно осы балдар арқылы аламыз. Теңгемен алмаймыз, теңгелерді санап алмаймыз. Қанша теңгеге тауар айналымы өтті деп. Жоқ, біз қанша PV, қанша балға тауар айналымы өтті, соған байланысты біз ақша аламыз. Сондықтан қазір бизнесқа қосылған кезде көресіздер, PV деген нәрсе прям сіздерге прям жақын нәрсе болып кетеді. PV балы көп нәрсе сатқыларыңыз келетін болады. PV көп нәрсе, мысалы бір адамдар келіп көп PV бар, мысалы заказ жасаса, соған қуанатын боласыздар әлі. Вот, яғни PV ол біздің табысымыз, біздің болашақта ақшамыз. Енді мінекей, Алия, мынау бізде 4-этапный набор, бағана айттым ғой, 4 этаптан тұратын. 13900 теңгеге на 4-этапный набор сатып алады бизнесқа келген адам, и сол арқылы 12000 PV-ді өзінің жекесіне жинайды. Міне жеке бал дедік қой. Сіздің өзіңіздің жеке кабинетіңіз арқылы өткізген бал, ол сіздің жеке балыңыз. Яғни мына Алия 12000 PV-ді өзінің жеке кабинетінен өткізді, және Алия не істеді? Активация жасады, 10000 PV-дан жоғары заказ салып, бизнес партнерға айналды. Осы сәттен бастап уже Алия өзінен кейін тіркелген,
мінекей өзіне тіркелген адамдардан балл жинап табысқа шыға алады. Қараңыздар, Алияның сол жақ тармағында Бақыт деген кісі, мысалға Химахим деген өнім бар. Ол 40.600 теңге тұрады, 55.000 балл береді. Химахим сатып алды дейік. Мына жерде тұрған Сәуле деген сатып алушы BB крем сатып алды. Ол 3500 теңге тұрады, 3000 балл береді. Оң жағында дәл солай. Біреу Химахим алды, біреу BB крем алды. Солай қараңыздар. Сізде жекеңізде мына жерде 10.000 PV пайда болды ма, жеке балыңыз. Сіз мына астыңызда тіркелген адамдардың мына балдарын жинайсыз да, мінекей мына жақта 55.000, мына жақта 3.000, мына жақта 55.000. Сіз сол арқылы табысқа шығасыз, ақша ала бастайсыз. Енді қанша ақша, ол келесі слайдқа барайық. Қараңыздар, бағана айттық, біздің компанияда алатын ең бірінші ақшамыз бинарлық қадам. Бинарлық қадам дегеніміз, егер сіздің сол жағыңыздан, сол жақта бұл жерде көп адам болуы мүмкін, 10 адам, 20 адам, потом 100, потом мыңдаған адамдар болады сіздерде. Осы сол жағыңыздан және оң жағыңыздан 300.000 балға, мінекей 300.000 балға тауар айналым өткен кезде, то есть сіз бұна 300.000 балға сіз ақша салған жоқсыз, сіздер соны түсініп отырсыздар ғой. Сіздер тек қана бағана адамдарды тіркеу арқылы, адамдарды осы компанияға шақыру арқылы, өнімді айту арқылы сіздер мына балдарды жинадыңыздар. То есть өзіңіздің ақшаңыз салынған жоқ, басқа компанияларда сияқты. 300.000 балл жиналды, сіздер компаниядан осы үшін ақша аласыздар. Мінекей, түсініңіздер ғой, бинарлық қадам деген сол жақтан 300.000 балл өтеді, оң жақтан 300.000 балл өтеді. Сол кезде сіздер бинарлық қадам жабылады, сіз компаниядан алғашқы ақшаңызды аласыз. Қанша ақша? Қараңыздар. Мінекей, 300.000, примерно бұл алатын ақша, мысалға сіздің, енді оны қазір маркетинг планда айтады, оны мен сізге просто бұлай қарапайым тілмен айта салайын. 300.000 балл өтті ма, сіздер примерно оған 20.000 теңге аласыздар. Вот. Мына алғашқы бинарлық қадам туралы сразу айтып кетейін. Бұл алғашқы бинарлық қадам әр партнерда әртүрлі уақытта жабылады. Біреулерде 1 ай жабуы мүмкін, біреулер 3-4 күнде жауып тастайды. Біреулер мен сияқты 2,5 ай жабады. Мен өзімнің ең алғашқы бинарлық қадамымды 2,5 ай жапқанмын. Өйткені мен айтып тұрмын ғой, ешқандай да сетевойда істемегенмін, ешқандай опытым жоқ. Ақырын өзім солай жыбырлап, әйтеуір 2,5 айдан кейін мына 300.000 мына жақтан 300.000 өтеді. Мен 2,5 айдан кейін 20.000 теңгемді аламын, қыздар. Біреулер 3 күнде жауы мүмкін. То есть сіздер, если қараңыздар, бір моменте 2 адам тіркел, біреу 2 айдан кейін жауып, ал сіздің қасыңыздағы сізбен бірге тіркелген адам 1 аптадан кейін жапса, ойламаңыздар, ой, что-то во мне не так, значит, мен дұрыс жұмыс жасай алмаймын, значит, мына бизнес маған арналмаған, мен вообще не істеп жүрмін мына жерде деп өздеріңізді жемеңіздер. Өйткені әр адамның фидбэк дейді ғой, арт жағы да опыты, әрқайсымыздікі әртүрлі. Мысалға, мен айттым ғой, мен ешқандай да сетевойда опытым болған жоқ, ешқандай продажамен алысқан жоқпын, сол үшін маған қиын болды да бұл бизнес басында. Мен сөйтіп ақырын 2,5 айдан кейін жаптым, но зато қазір 2,5 жылдан кейін миллиондар алып отырмын, потому что мен қайтқан жоқпын. Вот. Ал біреулер болады, мысалға, 1 апта, 1 айда, 2-3 күнде жабуы мүмкін. Неліктен? Өткен ол адамдардың, может, круг общениясы мықты. Может, ол адам оған дейін продажамен айналысқан, да? То есть өзінің клиентская базасы бар. То есть соның үшін өздеріңізді ешқашан біреумен салыстырмаңыздар. Бұл жерде кім ақша алады, кім ақша табысқа шығады, қайтпаған адам. Вот, мысалға, бастадыңыздар ма, до конца барған адам. Басқа біреулерге алаңдап, өзіңізді біреулермен салыстырмаңыздар никогда. Бағана айтқандай, әркімнің өзінің атомиға дейін жүріп өткен жолы бар. Соған байланысты таныстардың саны бар. Соған байланысты сіздер әркім әртүрлі уақытта жабады. Сол үшін салыстырмаймыз, Қараңыздар, уақыт өте келе командаңыз өседі ғой. Сол кезде сіздер 300.000 емес, сізде бір күнде 700.000 балдан өтетін болады. Сол кезде сіздер бір күнде 40.000 теңге аласыздар. Тағы да уақыт өте келе бере 1,5 өтеді. Сол кезде сіздер бір күнде 80.000 теңге аласыз. Мысалы, мен бүгін 1,5 миллиондық бинарлық қадам жаптым. Бір күнде мен компаниядан 80.000 теңге алдым, қыздар. Керемет емес пе? Мысалы, 80.000 теңге үшін біреулер 1 ай жұмыс жасайды.
Вот, ал біз оны бір күнде алуға мүмкіндігіміз бар. Мысалға біреулер осы атомиямен айналысқанға уақытын қимайды да, ой, там жарты жылдан кейін 500 мың теңге алам ба, или бір жылдан кейін ғана 1 миллион теңгеге шығам ба, ой, қойшы дейді да. Ал білесіздер ме, бір жыл уақыт деген ол тез өтеді де кетеді. Егер сіздер бүгін бастамасаңыздар, допустим, бүгін бастаған жоқсыздар, бір жылдан кейін, бір жыл өтеді де кетеді, ғой, сіз үшін еш нәрсе өзгермеуі мүмкін. Сіз сол баяғы кредит қарызбен өмір сүруіңіз мүмкін, баяғы сол бір зарплатамен да. Ал сол моментте мысалы бір жыл бұрын сіз егер шешім қабылдап атомияда до конца болам деп жұмыс жасасаңыздар, бір жылдан кейін мен сияқты найымнан кетіп, жалдамалы жұмыстан миллиондаған табысқа шығуға мүмкіндік алушы едіңіздер. Сондықтан қыздар, бастамай жатып өздеріңізге блок қоймаңыздар. Менікі емес екен, анау мынау деген сияқты, просто жасай беріңіздер. Енді қараңыздар, айттық қой, бір күнде 20 мың теңге аламыз деп, бір апталық табысты есептеуге бізде воскресенье күні ғана ақша алмаймыз, воскресенье күні выходной атомияда. Сол үшін 6 күн, 6 күнді санасаңыздар, 20 мыңнан сіздер бір аптада минимально 120 мың теңге аласыздар, если осы бизнесті алып кетсеңіздер. Бір айда сонда сіздер 480 мың теңге аласыздар. И то біз бұны минимально санап тұрмыз, мына жермен. Если бұлай 40 мыңмен алсаңыздар, бір аптада сіздер 240 мың аласыздар минимально. Бүгін чатқа жібердік қой, көрдіңіздер ғой қыздардың чектарын. Біреу 240 мың алды, біреу 300 мың алды, біреу 400 мың алды бір аптада. Ол мінекей осы бинарларға байланысты. Вот, если сіздер мысалы күніне 40 мың теңге алатын партнер болсаңыздар, сіздер бір айда 240-ті 4-ке өтсеңіздер, почти миллион теңге аласыздар, қыздар. Бұл табыстың бірінші түрі ғана, бағана айттым, одан басқа 2 түрі бар әлі табыстың. То есть бірінші ғана табыстың түрімен айына 500 мың теңге табысқа шығуға болады бұл компанияда. Енді қараңыздар, бинарлық қадамды енді жабу үшін не істеу қажет бізде, соған тоқталайық. Түсініңіздер ғой, мына жерде бинарлық қадам ол сіздің сол жақ және оң жақ веткаларыңыздан құралады, баланстан екеуінің. Қараңыздар, если мына жерде мысалға 0 PV болып тұрса, мына жерде 300 мың PV болса, сізде бинарлық қадам жабылмайды. Сондықтан өздеріңіз үшін көріп отырсаңыздар, мысалы, мына жақта бал көп, мына жақта бал аз, значит, келесі келген адамдарыңызды мына жаққа тіркеп бастайсыздар, әлсіз веткаларыңызға. То есть біз ақшаны бинарда баланстан аламыз. Мына жақтан 300 мың өту керек минимально, и мына жақтан минимально 300 мың. 300 мың өткен күні біз мінекей мына ақшаларды ала бастаймыз. Либо 20 мың, 700 өтсе 40 мың, 1,5 миллион өтсе 80 мың теңге аласыздар. Енді бинарлық қадам жабу үшін не істейміз? Бұл өте, мына негізімен қазір раскрывать етеміз сіздерге, жазып отырыңыздар ше, пожалуйста, қыздар. Ең бірінші өнімді қолданамыз. Ақшаларыңыз болса, мүмкіндіктеріңіз болса, хоть ай сайын 1,5 мың теңге болсын, 2 мың, 3 мың теңге болсын, алатын заттарыңызды атомиядан алуға тырысыңыздар. Мысалы, щетка болсын, порошок болсын, тағы не бар, мысалы, бізде күнделікті қолданатын шампуньдар, шампунь, сабын, интим гель дейсіз бе, бәрі атомияда бар. Соның бәрі магазиндерден емес, атомиядан алуға тырысыңыздар. Неліктен? Өнімді қолдану арқылы сіздер эксперт дейді, сіздердің атомия туралы, өнім туралы білімдеріңіз артады. Сол арқылы сіздер кез келген адамға атомияның өнімдері туралы жақсы консультация бере аласыздар. Түсіндіңіздер ғой, бұл жерде біз өнімді сатпаймыз. Бұл жерде біз ақша салмаймыз компанияға. Біз табысты тек қана осы компанияның өнімдерін продвигать етіп, то есть өнімдеріне реклама жасау арқылы, өнімдерін шынайы түрде ұсыну арқылы, сол арқылы біз табысқа шығамыз. Айттық қой бағана, тіркелдіңіз, сізге онлайн интернет-магазин беріледі деп. Сол интернет-магазинде өздеріңіз кіріп көріңіз, атомияның приложениесіне, магазин бөлімінде көптеген заттар бар. Сіздер сол заттардың бәрін ұсына білу үшін қолдануларыңыз да керек ол заттарды. Мен сіздерге айтып тұрған жоқпын, ай сайын міндетті түрде давайте алыңдар емес, мүмкіндіктеріңіз болса алып отыруға тырысыңыздар, солай сіздер бағанағы өнім туралы білімдеріңізді арттырасыздар. Екінші, өнімді тек қана, бізде көп партнерлар бар, өнімді көп қолданады, үйлерінде бүкіл нәрсе атомиядікі, бірақ ешкімге айтпайды. Жауып алғанда өздерін, сіздер табысқа шыққыларыңыз келсе, сіздер сөйлеу керексіздер. Жақындарыңызға ұсына бастаңыздар. Жақындарыңыз деген ол кім? Ол бағанағы туыстар, ол коллегалар, ол достар. Қалай ұсынуға болады? Ұсынудың тоже жолдары көп. Бірінші жолы ауызша ұсыну, ауызша ұсыну деген
сен қонаққа барғанда, жұмысқа барған кезде, сол сөйлесіп отырған кезде ауызша айтасың, міне мен осы корейский интернет-магазинге тіркеліп алдым, Атоми естіген шығарсың, өнімдер күшті екен. Сосын тіркеліп алсаң скидка болады, скидкамен аласың. Можете даже Каспиді көрсеткенге, Каспиде мысалы Атоми өнімдері өте қымбат накруткамен сатылуда. Мысалға мынандай SPF бар, 3500 теңге тұрады, күшті. Прикинь, Каспиде сол 7000, 8000 теңге тұрады. Деп солай салыстырып, Атоми туралы айтсаңыздар бұл тіркелудің маңыздылығын. Тіркеліп алсаң, мен сен тіркеп тегін тіркей алам, саған кабинет ашып берем, сосын өзің кез келген уақытта скидкамен өнімді алып отырасың. Еще саған бонустар жиналады деп, бағанағы PV-ларды. Саған бонустар жиналады, сен сол бонусты жинап, еще табысқа шыға аласың деп, примерно айтып қойсаңыздар болады. Бұл ауызша да ұсыну. Сосын қалай ұсына аламыз біз? Мысалы, біреулер ұялады сөйлегенге. Мен мысалы басында ұялаттымын. Адамдарға былай тікелей айтқанға ұялаттым. Сол үшін мен екінші жолын таңдадым. Ол бағанағы соцсети дейді ғой, әлеуметтік желілер арқылы ұсыну. Ол үшін Инстаграм, стори, статус, пост бар, мысалы Инстаграм, WhatsApp статустарыма мен просто видеолар сала бастайтынмын. Өзім сөйлеп, сол туралы түсіндіріп, соны салып тастайтынмын. Сол арқылы мысалға менің коллегаларым да сол Инстаграм арқылы көрді, о, Гүлімжан бір нәрсемен алыса бастапты ғой деп, туыстарым, WhatsApp статус арқылы көршілерім, садикта бірге ата-аналар да, мысалы мектептегі ата-аналар солай көре бастайды. Солай да айтсаңыз болады. То есть өзіңіз несін таңдайсыз, жолын қалай айтасыз адамдарға. Но міндетті түрде айту керек. Үндемей отырсаңыздар, өздеріңіз тек қана қолданып, Атомидің өнімі күшті екен деп, сіздер табысқа шықпайсыздар. Сондықтан міндетті түрде айтыңыздар, сөйлеңіздер. Вот. Либо бағанағыдай ауызша сөйлейсіздер, либо можете Инстаграм арқылы сөйлеп бастағанға, WhatsApp статустар арқылы сөйлегенге. Сосын кішкене сіздерге уверенность пайда болған кезде, хочешь, не хочешь, уже сіздер уже ауызша айта бастайсыздар ғой, уже жүрген жеріңізде уже айтқыңыз келіп тұрады Атоми туралы. Ол екінші, да. То есть өнімді қолданасыздар, желательно, да, ай сайын алуға тырысыңыздар, өнімдермен көбірек танысуға тырысыңыздар, сосын ұсына бастаңыздар, рекомендация, да, мына шампунь, шашыммен неге жылтырап тұр, мысалы қазір де жылтырап тұр, бұл Атомидің абсолют шампуйны. Сондай керемет шампунь бар ғой, бізде білесіздер, набор, шашты өсіреді, құлағанын тоқтатады, жылтыратады. Вот абсолют. Неге шашың әдемі болып тұр десе, сразу бізде Атомида абсолют шампуйны бар деп, невзначай айтып кетесіздер. И потом өзі үшін ақ сұрайды, ол үшін не қандай шампунь, мен де алайыншы деп. Вот, дальше адамдарға ұсындыңыздар ғой, олар айтады, тіркеш мен алайын деп, сол адамдарды сіз тіркей бастайсыздар бағанағы сол жағыңызға, оң жағыңызға, сол жағыңызға, оң жағыңызға, ол адамдар тіркеледі, өздері заказдарын береді, сізге сол үшін бал түсіп отырады, сол балдар жинақтала бастайды сізде. Көріп тұрсыздар, сіздер ақша салып жатқан жоқсыздар бұл жерде, тек қана уақыттарыңызды бөліп жатсыздар и іс-әрекет жасап жатсыздар. Вот и все. То есть бізде жұмыс оп-оңай на самом деле. Сосын маркетинг планды жетік біліңіз. Маркетинг план деген, мен қазірге кішкене бас жағын айттым ғой, там 300 мың жинау керек деп. Қазір менің эфирімнен кейін прямой эфирде маркетинг планда біздің Арай деген мастер продаж қыз айтады. Соны тыңдаңыздар, жазыңыздар. Сосын маркетинг планды бір көргеннен түсініп кету мүмкін емес. Сондықтан бірінші кезде түсінбесеңіздер, это норма. Потом тағы да интернеттан, ютубтан іздеп, бір-екі рет тыңдасаңыздар, уже түсінікті бола бастайды. Ақша қайдан шығып жатыр, ол маркетинг планды білсеңіздер, соны түсінесіздер. Сол маркетинг планды біліңіздер. Сосын жеке балдарыңызды жинаңыздар. Жеке балдарыңызды, айттық қой бана, бизнес партнерға айналу үшін 10 мың балл жеткілікті, но компаниядан көбірек ақша алу үшін сіздер бағанағы бинарлық қадамдарыңызға минимально жекелеріңізге 300 мың PV жинауға тырысыңыздар. Бұл 300 мың PV-ді не обязательно бір күнде жинау, бір аптада, можете 4 ай жинағанға, можете 5 ай жинағанға, но старайтесь каждый раз покупка жасау арқылы сол 300 мың балға толтырып қойыңыздар. 300 мың балға толтырсаңыздар, сіздерге уже доходтың мықты түрлері ашыла бастайды. То есть 300 мың PV қажет, оны жасау керек. Сосын жұмысыңызға уақыт бөліңіз. Қазір бәрін жазып отырыңыздар. Жұмысыңызға уақыт бөліңіз дейді. Мысалға, қараңыздар, айттық қой, если сіздер Атомиға не серьезно қарасаңыздар, то есть бұл жарайды, бір какой-то бір компанияға кіріп алдым, посмотрим, бір нәрсе болса болар, болмаса болмайды десеңіздер, вот сіздер бизнесқа қалай қарайсыздар? Вот мен соны 100% айтамын. Бизнесіңіз дәл солай жүреді. Егер сіздер не серьезно қарасаңыздар, как попало, да, бір күн жасап, 10 күн жасамасаңыздар, сіз табысқа шығуыңыз өте қиын болады. Сондықтан
күнделікті Atomy жұмысына уақыт бөліңіздер. Бұл серьезный бизнес. Мен мысалы өзіме шүкір деймін, мысалға да кезінде сол сана сезім оянып, Atomyға уақытымды бөліп, сол рейстен кейін шаршасам да ұйықтамай осы Atomyді жасауым арқасында мінекей мен найымнан кеттім, ұшпаймын, больше стюардесса емеспін, үйде отырып қана бала шағам қасында айында осындай доход алып отырмын. Оның бәрі сол жұмысқа уақыт бөлгенімнің арқасында. Қанша уақыт бөле аласыздар? Бүгін қазір өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Мысалға, жұмысы бар адамдар күндіз жұмыста, кешке келгеннен кейін хотя бы может 8-ден 10-ға дейін 2 сағат мен Atomyға бөлемін. Немесе 8-ден түнгі сағат 12-ге дейін. Өзіңіз білесіз, но сол уақытты міндетті түрде бөлуіңіз қажет. Қазір өзіңіз честно сұрақ қойыңыздар. Вот мен қанша уақыт Atomyмен қанша сағат жасай аламын деп. И сол сағатты максимально пайдалы жұмсаңыз, эффективно. Мысалға, 2 сағат бөле алсаңыз, значит 2 сағат ішінде адам тіркеу керексіз, адам шақыру керексіз, Инстаграмға пост салып үлгеріңіз, сторис салып үлгеріңіз, WhatsApp статусыңызға тіркелем деген адамдар тіркеп қойып үлгеріңіз. Арасында, әрине ол не означает, что сіз күні бойы жоқ болып кетіп, сол 2 сағатта ғана барсыз, жоқ, арасында тоже қарап отырыңыз, Atomyдағы не болып жатқан чаттарда. Бірақ 2 сағатты сіз міндетті түрде прям будильник қойып қоясыз ба, прям 2 сағат Atomyға бөлу керексіз, 2 сағат десең, сол кезде нәтиже болады. Сосын оқулардан қалмаңыздар, ол қандай? Мысалы, мына бүгінгі оқу, сосын семинарлар болады қалаларда, өте мықты, әр қалада семинар, потом марафондары болады, сосын өзіңіздің прямой спонсорыңыз айту мүмкін, Zoom-ға кіріңдер, қазір бір нәрсені істеп жібереміз. Любой марафон оқулардан қалмауға тырысыңыздар, потому что каждый раз сіздер жаңа нәрсе үйреніп отырасыздар. Мысалға, бізде болады, мысалы, обучениені мойындамайтын партнерлар, ондай партнерлар тоже бар. Бірақ именно обучениені мойындап, обучениеға қатысып, каждый раз новый нәрсе біліп үйреніп жүрген адамдар, қарасаңыздар, командасымен тезірек өседі, чем обучениені 2-ші орынға қоятын партнерларға қарағанда. Сондықтан оқулардан қалмаңыздар. Және идеальный спонсор болыңыз, идеальный партнер болыңыз. Ол нені білдіреді? Қараңыздар, сіздер спонсорыңыз сізді тіркеп қойды ғой, сізге спонсорыңыз басында сұрақтарыңызға максимально көп жауап беруге тырысады, но спонсорыңызға қарап қалмаңыз да, өзіңізде максимально ізденуге тырысыңыз. Мысалы, бір сұраққа спонсорыңыз жауап бермей жатыр ма, мүмкін уақыты болмай, өзіңіз YouTube-дан, Google-дан теріп іздеп жіберіңіз. Мысалға, чай пуэрдің ішінде неше стик бар деген сияқты сұрақтарды қояды ғой новичоктар. Жауап бермей жатыр ма чатта ешкім, быстро Google-ға жазсаңыз, чай пуэр Atomy сколько стиков деп, и все, сізге жауаптың бәрін тауып береді Google. Либо YouTube-ға жазып қойыңыздар. Мысалы, чатта қыздар сұрайды тоже, мынандай заттың видеосы бар ма деп. На самом деле, Инстаграмға кіріп поисковикке чай пуэр Atomy десеңіз, бүкіл керекті мықты видеолардың бәрі алдарыңызда атып шығады. То есть, ол сізге байланысты. Сондықтан көп ізденіңіздер өздеріңізде, тоже спонсорға қарап отырмаңыздар. Сосын өз кезектеріңізде астарыңызға адам тіркейсіздер ғой, соларға тоже сіздер идеальный спонсор болыңыздар. Ол адам тіркеп қойып, тастап кетпеңіздер. Қандай сұрағың бар, не істейік, давай нан үйретем, не білесіз, соның бәрін сол партнеріңізға үйретіп отыруға тырысыңыздар. Мынау біздің основной момент. Сосын тағы бір нәрсе айтқым келіп тұр, ол дубликация деген нәрсе. Мына жерге жазылмай қалып, дубликация ол сіз өзіңіздің спонсорыңызды қайталау деген сөз. Мысалға, әрқайсыңыздың өзіңіздің спонсорларыңыз бар, басында біз білмейміз ғой, неден бастау керек бизнесті. Осындай сабақтар вроде бы қарайсыздар, бірақ все равно непонятно, да? Ондай кезде сіздерге самый мықты, айтсам болады, қадамдарды көрсететін адам ол сіздің спонсорыңыз. Сіз просто спонсорыңызға қараңызда, ол не жасайды, соны тупо қайталай беріңіздер. На самом деле солай. Мен өзім бизнес бастағанда бір Россияның бір лидеріне подписаться етіп алдым да, и сол қыз не жасайды, мен сол қызбен бірге өстім деп айтсам болады. Мен келгенде, мен рангым жоқ, жай партнер болдым да, ол қыз мастер продаж болды. И маған қызық болатын, ол қыз үйінде отырып маркетинг түсіндіретін, осылай сабақтар жүргізетін. Мен сол Инстаграмына постоянно кіріп алып қарап отыратын, бүгін ол былай жасады деп, мен де солай жасайтын. Ол бүгін BB крем туралы үйінде обзор түсірсе, мен де дәл сол BB кремге обзор түсіретімін. То есть сол қызды мен полностью 100%-ға қайталадым. Сосын қараңыздар, қайталау арқылы
басында біз білмейміз, қайталаймыз, потом бір уақытта сіздің өзіңіздің стиліңіз пайда болады, сіз уже лидер болып өсесіз да, и уже сізге ана адам қызық болмай қалады. Қызық болмағанда сіз уже өзіңіздің бір беретін нәрсеңіз пайда болады. И мен мысалы ол қыз уже қазір көрмеймін, ол қыз тоже мастер Шаронская роза, мен де мастер Шаронская роза, то есть мен ол қызды уже қуып жеттім. Кезінде маған бір нереально мықты лидер болған қызды мен қазір қуып жеттім. Сол сияқты сіздер де мақсат қойыңыздар. Бір адам, можете 3-4 спонсор тауып алып, 3-4 мықты Атомидің лидерларын. Солардың күнделікті әрекетін қайталаңыздар. Сторисқа шықты ма, сторисқа шығыңыз. Маркетинг айтты ма, маркетинг айтыңыз. Обзор жасады ма, обзор жасаңыз. То есть қайталай бересіздер. Сол қайталау арқылы сіздер бір жақсы нәтижеге жетесіздер. Енді дальше, мынау өте маңызды момент. Қараңыздар, перспективаға жұмыс жасаңыз деген. Қараңыздар, көбіміз келеміз да, сразу біз үлкен доход алғымыз келеді ғой. Мысалға 500 мың, миллион. Мен сразу сіздерге айтып қоямын, ондай табысқа шығу үшін сіздер кемінде минимум 6 ай, мысалы миллион доходқа шығу үшін хотя бы 1 жылдай уақыт сіздер Атомиға бөлу керексіздер. То есть келе салып 2 айдан кейін миллион теңге алып кету Атомида мүмкін емес. Может, ондай случайлар бар шығар, но олар, наверное, өте сирек кездесетін жағдайлар. Шын мәнісінде Атомида тез ақша жоқ, бірақ жұмыс жасаған адамдар үшін көп ақша бар. Мысалға, мен кезінде тастамайғаным арқасында мен қазір айына 2,5-3 миллион алып отырмын. Егер кезінде маған тез ақшаға жетпей, мына жерде 2 ай, мен айттым ғой, 2 ай ақша алмай жүрдім Атомида, не? Просто жүрдім, зерттедім. Егер сол 2 айда мен беріліп кет қалсам, мен қазір жай баяғы стюардесса болып ұшып жүруші едім сол 400-500 мың теңгеге. Сондықтан мұнда егер табысқа шығуға келген болсаңыздар, перспектива, яғни алдыға, болашаққа жұмыс жасаңыздар. То есть результатты прям сразу қазір күтпеңіздер. Любой результат болу үшін сіз бірінші іс-әрекет жасау керексіздер. Іс-әрекет жасайсыздар, тоқтамауға жет. Тоқтамасаңыздар, ерте-ме кеш пе сіздің жасаған іс-әрекеттеріңіздің нәтижесі ретінде сіздің қолыңызға ақша түседі, карточкаңызға ақша түседі. Вот сол үшін бағана айтқан нәрсе, тез ақша күтпейміз. Наоборот, көбірек жұмыс жасауға тырысамыз. Сол кезде ерте-ме кеш пе барлықтарыңыз табысқа шығасыздар. Сосын мына нәрсені прям жаттап алыңыздар. Атомида табысқа шығу үшін бізге ақша салудың қажеті жоқ. Білесіздер, бағана айттық қой, даже бинарлық қадам, тауар айналымды біз өз қалтамыздан жасамаймыз. Біз тек қана сөйлеп, компания туралы, өнім туралы айтып, адам тіркеп, сол адамдардың тауар айналымынан аламыз, бірге жұмыс жасап. Сол үшін бізге ақша қажет емес табысқа шығу үшін, бірақ уақыт қажет. Уақыт біздің Атомида ең мықты инвестициямыз. Кім уақыт көп бөледі бұл бизнесқа, кім Атомида көп уақыт осында жүр, мысалға да, чаттарда, ютубта көп, сабақ көп оқиды. Кім уақытын көп бөледі, сол кісі табысы көбірек, тезірек болады. То есть сіздің осы Атомиға бөлген уақытыңыз сіздің болашақта компаниядан алатын табысыңызға тең. Аз уақыт бөлсеңіз, аз ақша аласыз. Көп уақыт бөлсеңіз, табысыңыз көп болады. Мысалға, бізде командада мықты лидерлар бәрі, мен білем, олар түнгі сағат 2-3-ге дейін біз ұйықтамай, адам тіркейтінбіз, жұмыстанатынбыз, соның арқасында қазір бәрі сол почти миллион теңгеден астам табысқа шығып отыр. Ондай лидерлар көп бізде. Әрқайсыңыздың лидерларыңыз бар, мысалға, бриллианттар бізде Айнұр, Ақтайдана Қалыбек қызы қазір 2 миллионнан астам табыс алады. Сосын алматылық біздің лидерлар, мысалы Жансая Гүлстан, сол 1-2 миллион теңге көлемінде ақша алады. Атырау, Уральск, сол жақта Джамиля, Гүлжан, біздің бриллианттар, Алуа, бәрі сол 2 миллион теңге көлемінде қазір табысқа шығып алды. Сол қыздардың барлықтары кезінде не істеді? Тек қана уақыт бөлді. Ешқандай да бұл жерге ақша салған жоқ. Ақша салу бар, бірақ ол мынандай продукция ақша салу емес, ол өзіңіздің дамуыңыз үшін. Мысалы, бір курстар сатып алып, даму үшін, қалай таргет реклама жіберем, қалай обработка жасаймын, ондай нәрсеге ақша салсаңыз болады, бизнесіңізге көмек беретін. Но именно бұлай продукция ақша салып, сондай ешкім олай бұл жерде ақша таппайды. Так,
Все, қыздар, в принципе, мен айтатын ойымды айттым. Бұл бүгінгі новичоктарға, в принципе, жеткілікті деп ойлаймын. Әрине, мен сіздер қазір грусть етіп жатқан жоқпын, қиын нәрселермен. Бірақ сіздерге үй тапсырмасы ретінде мына заттарды бергім келеді. Жазып алыңыздар, скриншот жасап алыңыздар. И осыны жасағаннан кейін өздеріңіздің спонсорларыңызға жіберіңіздер. Мен мынаны жасадым, мен мынаны істедім деп. Ең бірінші нәрсе, бағанағы сайт немесе приложение Атомияға кіріп, сол жерден алғашқы тапсырыстарыңызды жасаңыздар, активация жасаңыздар. Баған түсініңіздер ғой, минимум 10 000 балға заказдарыңыз салыңыздар. Заказдарыңыз салдыңыздар ма, скриншот жасаңыздар да чатқа жіберіңіздер. Вот, мен алғашқы активациям жасадым деп, өйткені бизнес осыдан басталады. Сіз оны білу керексіздер. Екінші, сайт, Атомидің сайты бар, atomic.kz немесе приложение арқылы алғашқы адамыңызды тіркеңіздер. То есть, даже адам тіркеуді ұзаққа қалдырып қоймадыңыздар. Мысалы, активация жасамай жатып, адам тіркеуге болады, кстати. Мысалы, көбісі бүйтіп ойлайды екен да, өзім алғашқы заказымды салмай жатып, активация жасамай жатып, маған адам тіркеуге болмайды деп. Өйткені көп компанияларда солай екен. Көп компаниялар солай специально істеп қойған, адамдар тезірек ақшасын салу үшін, бұл компанияға. Бізде ондай жоқ. Сіз активация жасамай жатып, адамдарыңызды тіркей берсеңіз болады уже. Бірақ ол адамдарға дейін бірінші сіз өз заказыңыз салып қою керексіздер, активацияңыз жасап. То есть алғашқы заказ саласыздар, үй тапсырмасы, сосын алғашқы адамдарыңызды тіркеңіздер. Қалай заказ салу, қалай адам тіркеу, оның видеоларын жібереміз қазір орысша, қазақша тілде. Сосын Инстаграм парақша ашыңыздар. Можете өздеріңіздің Инстаграм парақшаларыңызды жүргізіп кеткенге, мысалға, бар ғой әрқайсыларыңызда Инстаграм. Можете отдельно Инстаграм парақша ашқанға, бірақ менің рекомендация, лучше отдельно ашпақ қойыңыздар, өйткені оны дамыту қиын болады, с нуля бастаған. Өздеріңіздің достарыңыз отқан Инстаграм парақшаңызды соны дальше алып кете беріңіздер. Өйткені сол жерден сізге алғашқы заказ түсу мүмкін, алғашқы адамдарыңыз сол парақша арқылы сізге келу мүмкін. Сосын Инстаграмды жай ғана ашып қоймаймыз, күнделікті сол Инстаграмдарыңызға пост, сторис, рилс салып отырыңыздар. Егер оны білмесеңіздер, қалай салу керек екен, чатқа жазыңыздар, қыздар, мен білмеймін, пост қалай салам, сторис қалай салам деп. Қыздар көмектесіп жібереді, видео инструкция жібереміз даже, мысалы, бұлай істеңіз деп. Но оны күнделікті жасау қажет. Мына пост, сторис, рилс деген нәрселер күнде жасалатын нәрселер. То есть бір күн жасап, маған ешкім таки тіркелмеді, мен ешкім продукция сатып алмады Инстаграм арқылы, все, мен жүргізбеймін Инстаграм деп ойламаңыздар, потому что Инстаграм арқылы адамдар келіп сатып алу үшін сен продукцияны тоже біраз уақыт қажет. Сондықтан просто жасай береміз, тоқтамаймыз. Сосын күнделікті өнімі бизнесті зерттеуге уақыт бөліңіз. Опять же, приложенияға кіріңізде бүкіл Атомидің магазин бөліміне өтіп, қандай продукциялары бар екен. Здоровье, красота, для дома, қандай заттар бар. Порошоктың түрлері бізде екі түрі бар. Зубный пасталар, щеткалар қандай екен, қандай қасиеттері бар, қанша теңге тұрады, штучно қанша теңгеге шығады, соның бәрін өзіңізге жазып отырыңыздар. Так, сосын бизнес бойынша тоже. Бизнес бойынша әрбір лидердің парақшаларында, ютубта Атоми туралы көп видеолар бар. Видеолар көп көріңіздер, маркетинг планды көп тыңдаңыздар, сол арқылы сіздерде уже Атоми туралы білім қалыптасады. И мына жерге жазған екеме, дубликация, спонсорыңызды қайталаңыздар. Вот, бүгін қараңыздар, ертең таңертең оянасыздар ғой, спонсорыңыз не істейді екен. Просто страницасына кіріңізде қараңыздар. Спонсорыңыз былай жасады ма, дәл солай жасаңыз. Просто спонсор шығып, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай деп айтты ма, сіз де сторисқа шығыңызда соны айтыңыздар. То есть уже үйренесіздер, аудиториямен жұмыс жасап. Пост салып қойды ма, сіз де сол постты қайталап салып қойыңыздар. Рилс салды ма, тоже салыңыздар. То есть спонсорды басқа уақытта үнемі қайталай беру керек. Сіз одан кем болмайсыздар. Либо ойбай спонсорды қайталадым деп кішірейіп кетпейсіздер одан. Наоборот, табысқа шыққан адамды қайталау арқылы сіз сол кісінің жолын жүру арқылы тезірек табысқа шығуға мүмкіндік аласыздар, қыздар. В принципе, осы үй тапсырмасын не істеп алыңыздар? Суретке түсіріп алыңыздар. И ертеңнен бастап активно жүргізіңіздер парақшаларыңызды. И мына активация жасаған адамдар, алғашқы адам тіркесеңіздер, чатқа жіберіңіздер, чатқа көрсетіңіздер өздеріңіздің. Жай ғана новичок емес,
целенаправленный, табысқа ашуға келген партнер екендеріңізді көрсетіңіздер. Сосын чатта үндемей отырмаңыздар, иә. Лидерларыңыздың көзіне түсуге тырысыңыздар. Сұрақ біліп тұрған сұрақ келді ма чатқа, білсеңіз жауабын жауап бере салыңыз. Вот солай сіз лидеріңіздің көзіне түсесіз және өзіңіздің біліміңізді арттырып отырасыздар каждый раз. Енді мен так, қыздар, осы сабақты мен қазір бірінші не істейін, өшірейін записьті, сосын сұрақ жауап болады, иә, қыздар. Так. Ой, мына қалай еді. Так, өшіріп тастайын записьті, остановить.